Өтінімдерді өңдеу. Өтінімдерді қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту туралы шешімді директор және орындаушы қабылдай алады. Өтінімді өңдеу үшін мемлекеттік қызметтер бөліміне өтіңіз. Өтінімдер бір жұмыс күннің ішінде өңделуі тиіс. Бұл өтінім сағат 15:38-де берілді. Демек, оны келесі жұмыс күні сағат 15:38-ге дейін өңдеу қажет. Көз белгішесін басыңыз. Өтінім бойынша ақпаратпен толық танысыңыз. Құжаттарды жүктеп алып, дұрыстығын тексеріңіз. Өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін бас тарту батырмасын басыңыз. Міндетті түрде көрсетілген себептердің бірін таңдап, растау және жіберу батырмасын басыңыз. Өтінімді қабылдау үшін қабылдау батырмасын басыңыз. Орындаушы шешім қабылдағаннан кейін өтінімнің мәртебесі қол қоюда мәртебесіне өзгереді. Ары қарай қорытынды шешім қабылдау үшін өтінімді директор қарастыруы тиіс. Өтінімді қайта өңдеуге жіберу және қол қою. Директор өтінімді қайта өңдеуге жібере алады. Ол үшін қайта өңдеуге жіберу батырмасын басыңыз. Себебін толтырып, жіберу батырмасын басу қажет. Орындаушы қайтару себебін ескеріп, шешімді қайта қабылдауы тиіс. Өтінімді өңдеуді аяқтау үшін қол қою батырмасын басыңыз. Өтінімге қол қою құқығы тек директорда бар. Заңды тұлғаның ЭЦК кілті арқылы қол қойыңыз. Қол қойылғаннан кейін өтінім өңделген болып саналады. Өтінімнің шешімі бойынша ата-ананың жеке кабинетіне және SMS түрінде хабарлама жіберіледі.